Күнделікті өмір ташушыларынан шаршадыңыз ба? Кеуілді көтеріп, бір жазылсып күлуді қалайсыз бе? Енді алыңғы әзілерде, концертлерде ескен болсаңыз, хаялды әр нәрсеге тебуге болады. Мысалы, гүлге теңейді, пышыққа да теңейді, бір әзіл ғой енді бәрі. Сипалаған жақсы көреді, жылы жерден шықпайды, апарып тастасам қайтып келе береді, нағыз пышық деп. Әзілдесек, әзіл бәрі әзіл. Сіздердің теңі тайыңыз жоқ, шайырлар жырлайды, теңі тайы жоқ көздалар деп. Әр затқа теңеуге болады оны. Үйдегі хаялды телевизормен теңеуге де болады екен. Хаял, телевизор, екеуі бір. Үйде тынбай сөйлейтін кім? Екеуі. Хаял, телевизор. Мысалы, бұрлар черно-белый болатын телевизорлары. Қазір енді бояулар сау болсын, цветной болып кетамы, реңлі. Экранларым теп-тегіс, LCD монитор. Замарова жылап отырған. Бұрлар черно-белый еді. Және ұсас тарапы, бұрынлары хаяллар үйде бала тәрбиесімен шұғыланған. Қазір телевизорға тапсырамыз. Ойнама сыртта тоңып қаласаң, телевизор көріп отыр. Үйге келсем, балам дабыр көріп отыр, ақпарат. Отырғызып кеткенбіз ғой телевизордың алдында. Құдайға шүкір елде каналдарымыз жүдә бір жақсы сатларды көрсетеді. Ана уақиғаларды көрсетпейді. Сырт елде ұзақта болып жатқан киноларымыз мәдениетлі, еліктен өткеріп, елде Құдайға шүкір деймін да енді. Сондай. Енді хаял мен телевизордың ұқсас тәріптері жүдә бір көп. Бұрынғы телевизорлар көрсетпей бастаса, өзіңе ұнамаса, каналын құлағын бұрап таулауға болады еді. Азыр құлағын бұрай алмайсың азыр телевизорларын. Нәзік әзірлер. Нәзік кнопкалар, пультпенен. Бұрынғы телевизорлар дым көрсетпей бастаса, шапалақпен бұрсың көрсететін еді. Қазіргі телевизорлар шапалақ көтере алмайды. Бір шапалақ ұрасаң, кейін төркіннен мастер шақыртасың. Дүния жаңалықтарын бірінші телевизор айтады, демаса, хаялы не істесең. Енді азыр әм жерде телевизор болып кетті ғой, рекламаң бар телевизорда, хаяларым сондай көшеге шықса өздеріне реклама қылып жүреді. Еркектердің бәрі бір затты ойлайды деп қояды, өздері реклама қылып көрсетіп тұрады, былай-былай. Қалай ойламайсың? Хаял ғой ол, ана ол. Әдеплі болып жүрсе, қандай жайып. Енді бұрлар ядыңызда ма, телевизорлар самал мен антенн басқа жаққа бұрылып кетеді. Содан кейін үйде перзенттер, ұл қызлары, әмес ауызбіршікпен антеннді сөйлеуге кіріседі. Телевизор мен антеннді бір-біріне жарастыру керек. Ол қызлар соның вазипасы еді. Үлкен бала жоғары көрініп кетеді, кішкентай телевизордың қасында ортаншыларға айтып тұратын. Айландыр, ол аяққа жетіп барамын дегенше ол екі айланып кетеді. Антенн басқа жаққа қарамасын деп телевизорға масластыратын еді. Перзенттер. Себебі жетеді, 4-5 бала антеннді сөйлеуге да үйде жетеді. Қазір 2 бала ол. Антеннге болсын ба, ол телевизорға болсын ба. Үлгере алмайды да сізден кейін. Енді, әлбетте бұның бәрі әзіл, ләйім антеннелеріңіз еш жаққа бұрылмасын. Тек қана жақсы каналларды көрсетіп тұра білесін телевизорларыңызға. Өздеріңізге шыдам тілейміз.